Дискінің суретін жасау. Бұлттық сервер дискісінің суретін жасау үшін бұлттық жобаның шолу бетіне өтіңіз. Серверлер бөліміне өтіңіз. Сервер атауының жанындағы 3 нүктені басыңыз. Оны уақытша тоқтатуды сынамыз. Бұл суретті дұрыс жасау үшін қажет. Серверді тоқтатпай-ақ суретке түсіруге болады, бірақ бұл қауіпсіз емес. Енді сервер атауын басыңыз. Дисклер қойындысында 3 нүктені басып, қажетті дискінің суретін жасаңыз. Жасау біраз уақытты алады. Керемет, сурет жасалынды. Енді осы суреттен сервер құрайық. Атаудың жанындағы 3 нүктені басыңыз, содан кейін сервер құру. Осы кезде сервердің конфигурациясын өзгертуге болады. Мысалы, ресурстарды құру. Жаңа желі және басқа SSH кілтін жасауға болады. Жасайық. Маңызды, дискіні және жаңа серверді суретке түсіргеннен кейін, қажет болса, бірінші серверді тоқтатудан шығаруды ұмытпаңыз. Құттықтаймыз! Енді бірдеңе дұрыс болмаса, серверді бастапқы күйіне жылдам қайтара аласыз. Бізбен бірге болғаныңызға рахмет!